Адам ата алейхиссалам, адамның жаратылысы. Аллах тағала бүкіл адамзатты тек өзіне ғана ғибадат етуі үшін жаратты. Мұны Құрандағы жын мен адамзатты өзіме құлшылық қылулары үшін жараттым деген аят нақтылайды. Бірақ әлбетте әлемдердің Раббысы біздің құлшылығымызға ешқандай да мұқтаж емес. Керісінше біз оған мұқтажбыз. Оның барлық кемшіліктерден пәк, көркем есімдері мен ұлы сипаттары бар. Аллах тағала осы есімдерінің әсерін, мейірімділігі мен даналығының белгілерін, құдіреті мен ұлылығының айғағын көрсетуді қалады. Сөйтіп ол мейірімділігін, шексіз білімі мен даналығын және өлшеусіз күш құдіретін көрсету үшін мақлұқты жаратты. Ал құлшылық міндеті жүктелген жаратылыстардың бірі адамзаттың атасы Адам еді. Әрі ол жер бетіндегі алғашқы пайғамбар болатын. Адамның тарихы оның жаратылуынан бұрын барлық кемшіліктерден пәк Аллах тағала мен оның періштелерінің арасында болған көктегі ұлы әңгімеден басталады. Аллах тағала бұл әңгімені Мұхаммед кезінде Раббың періштелерге мен жерде бір орынбасар жаратамын дегенді деп бастайды. Яғни Аллах тағала ол сендерді жерден жаратып, әрі онда өмір сүргізді деген. Сонда періштелер, сен онда бүлдірушілік істеп, қан төгетін біреуді жаратасың ба деп сұрады. Періштелер адамның ұрпағы бүлдірушілік жасап, қан төгетінін қайдан білді? Олар бұл сөзді қарсы шыққандарынан айтпады, олар мұндай сипаттан пәк. Бірақ олар жындар жаратылғаннан кейінгі оқиғаның куәсі болғанды. Аллах тағала адамды жаратудан 2000 жыл бұрын жындарды жаратып, оларға жерде ерік берді. Сонда олар тура жолдан адасып, жер бетінде бүлдірушілік істеді. Жындар жерде билік етуге лайық емес еді, және олардың бұған санасы да жетпейтін еді. Оларда жерді билейтін күш те, ақыл да жоқ. Енді Аллах тағала басқа бір жаратылыс түрін жаратпақшы. Мүмкін олар да жындар сияқты бүлдірушілік істейтін шығар. Періштелер, Аллах тағала ғибадатта кемшілік жіберіп қойдық па деп қорықты. Сөйтіп олар, бізден басқа біреуді жарататындай, біз қателік істеп қойдық па деп сұрамақшы болды. Ал біз сені мақтау арқылы дәріптейміз және кемшіліктен пәк деп білеміз деді. Яғни сен бізден басқаны жаратпақшысың. Мүмкін біз сені мадақтап, дәріптеуде кемшілік істедік пе дегенді. Демек бұл жердегі сұрақтың мәні екі мәселені қозғап тұр. Сен жындар сияқты бүлдірушілік істейтін адамдарды жаратасың ба, немесе басқа біреуді жарататындай біз кемшілік жібердік пе? Сонда Аллах тағала оларға, мен сендердің білмейтіндеріңді білемін деді. Сонда періштелер өзара әңгімелесіп, Раббымыз қалаған нәрсесін жаратады. Ол ешқашан өзінің алдында бізден құрметті әрі білімді жаратылысты жаратпайды деді. Себебі олар барша мақлұқтарды, көктер мен жерді, жануарлар мен жындарды көрді. Сондай-ақ өздерінің Аллахқа мадақ айтып, оның әмірі мен тапсырмаларын бұлжытпай орындайтынын, көктер мен жердегі оның бұйрықтарын қалтықсыз іске асыратынын және өздерінің Аллахтың алдындағы ең құрметті құлдары екенін білетін. Олар Аллах тағаланың ең білімді әрі қадірлі құлдары болатын. Аллах тағала адамды жаратпақ болған кезде жерден топырақ әкелуге бұйырды. Әбу Мұса әл-Ашғариден, Аллах оған разы болсын, жеткен хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, Аллах адамды бүкіл жер бетінен бір уыс топырақ алып жаратты. Сөйтіп адам балалары жердің ерекшелігіне қарай пайда болды. Олардан ақ, қызыл, қара түстілері және олардың арасындағылары, жеңіл және қатты мінезділері, мен олардың арасындағылары, сондай-ақ жақсы, жаман және олардың арасындағылары бар деген. Сонымен адамдардың түр-түсінің және мінез құлықтарының ерекшелігі жер бедерімен, табиғатымен байланыстырылады. Бұл жаратылыс адам топырақтан бастау алды. Сосын ол сумен араластырып лайға айналды. Сондықтан Құранның кейбір аятында адамды топырақтан, ал кейбірінде балшықтан жаратылды делінген. Сол уақытта Раббың періштелерге, мен балшықтан бір адам жаратамын дегенді. Топырақ суға шыланды. Сосын ол онымен араласа келе бір-біріне жабыса бастады. Аллах тағала оларды адам баласын жабысқақ балшықтан жараттық дейді. Аллах тағала оны мүсін тәрізді бейнелейді. Сол балшық мүсін біраз уақыт тұрып кепті. Сөйтіп ол құш құмыра секілді бейнелі кепкен қара балшыққа айналды. Аллах тағала, расында адамды кепкен қара лайдан жараттық. Ібліс сәжде қылудан бас тартып, балшықтан жаратқаныңа сәжде қыламын ба деді.
ол адамзатты сыңғырлаған кепкен балшықтан жаратты деген. Демек, бұдан адам жаратылысының негізі болған топырақ түрлі кезеңдерден өткендігін білеміз. Мұның және бір дәлелі Аллах тағаланың біз сендерді жараттық, одан кейін тұлғасын сомдадық деген сөзі. Бұл мүсіннің жаратылған кездегі түр тұлғасын сипаттап, Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалям Аллах адамды ұзындығынан 60 кез етіп жаратты. Адамдар сол уақыттан бастап қысқара берді дегенін Әбу Хурайра, Аллах оған разы болсын, риуаят еткен. Бір хадисте адамның бойы 60 кез, ал ені 7 кез деп сипаттаған. Адамға жан бітуден бұрын періштелер оны мүсін қалпында көріп үрейленді. Ең қатты үрейленген Ібліс болды. Ол қасына келіп оны ұратын, сонда мүсін жаңғырған дыбыс шығаратын. Мүсіннің іші бос, қуыс екенін көрген Ібліс оның өз-өзіне ие бола алмайтынын, әлсіздігін білді. Ібліс оған сен нендей іс үшін жаратылдың дейтін еді. Сосын ол оның аузынан кіріп артынан шықты. Сонан кейін ол періштелерге қорықпаңдар бұдан. Егер мені одан үстем қылса, оның көзін жоямын. Ал егер оны менен үстем қылса, қарсы шығамын деді. Сөйтіп Ібліс те әуелден ақ адамға дұшпандық пайда болды. Әнәс ибн Маликтан, Аллах оған разы болсын, жеткен хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям Аллах тағала адамды жаратқан кезде оны біршама сол күйінде өзі қалаған мерзімге дейін қалдырды. Сөйтіп Ібліс оны айнала бастады. Оның тәуек екенін көріп, әлсіз жаратылыс екенін білді деген. Адамға рухтың үрленуі. Сонан соң Аллах тағала адамға рух үрледі. Бұл туралы Құранда оның жаратылысын тамамдап, рухымнан үрлеген жан салған сәтте оған сендер, яғни періштелер сәжде етіңдер делінген. Сонымен қатар Әлі Имран сүресінде де ақиқатында Аллахтың қасында Исаның мысалы Аллах оны топырақтан жаратып, бол дегенде болған адамның мысалындай деген аят келген. Әнәс ибн Малик, Аллах оған разы болсын, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям оған Аллах тағала рух үрлеген кезде жан алдымен оның басынан кірді. Сонда ол түшкірді де «Әлхамдулиллах» деді. Сонда Аллах тағала оған «Саған Раббыңның мейірімі жаусын» деді деп айтқанын жеткізген. Осылайша адамға рух толығымен енбей жатып, Аллах тағаланың мейірімі түскен. Рух көзіне жеткенде ол жұмақтың жемістеріне қарап, олар туралы ойлана бастады. Ал рух қарнына жеткенде оның тамақ жегісі келді, және аяғына жан бітпей жатып, ол тағамға қарай ұмтылды. Жұмақтың жемістеріне асықты. Аллах тағаланың адамзат асыққыш болып жаратылды деуінің мәні осы. Адам періштелерден құрметті әрі білімді еді. Ибн Аббас, Аллах әкесі екеуіне разы болсын, Аллах оған көктер мен жердегі барлық нәрселердің атауын үйретті деген. Бұл жануар, ал анау теңіз, мынау құс, мынау тау деген сияқты. Аллахтың үйретуімен адам барлық нәрсенің атауын білді. Аллах тағала оған сонымен қатар барлық еңбек өнерін, от жағуды, ағашты, темірді пайдалануды үйретті. Аллах оның бейнесін ғана емес, сондай-ақ білімін, ақыл-есін де өте жоғары дәрежеде сомдады. Ол Аллах адамға барлық нәрселердің аттарын үйретті де, сонан соң оларды періштелерге көрсетіп, шындықты айтқан болсаңдар, маған осы нәрселердің аттарын айтып беріңдер деді. Аллах тағала мұнымен адамның олардан құрметті әрі білімді екенін білдірді. Адамның осындай артықшылықтарын паш ету мақсатында Аллах періштелерге адамға сәжде етуді бұйырды. Сонда періштелер Аллахқа: сен пәксің, бізде сенің үйреткеніңнен басқа білім жоқ, расында сен толық білуші, өте данасың деді. Аллах тағала: ей адам, оларға мыналардың аттарын айтып бер деді. Сонда адам оларға ол заттардың аттарын айтып бергенде Аллах: мен сендерге аспандар мен жердің құпиясын білемін, сондай-ақ сендердің жария ететіндерің мен жасырғандарыңды білемін деп айтпадым ба деді. Бұл жерде періштелер нені жасырған еді? Олар Аллах ешқашан бізден құрметті және білімді жаратылыс жасамайды деген сөздерін жасырған болатын. Адамға періштелердің сәжде қылуы. Сонымен Аллах тағала адамның құрметті
әрі білімді екенін көрсеткеннен кейін періштелерге оған сәжде қылуды бұйырды. Олардың арасында Іблис те бар еді. Ол бұған дейін Аллахқа ешқашан қарсы келмеген ізгі жандардың бірі болатын. Аллах тағала оны жасаған ғибадатының құрметі ретінде көкке көтеріп, дәрежесін періштелермен теңестірген еді. Бірақ ол әсілінде періште емес болатын. Періштелермен қатар адамға сәжде қылу Іблиске де бұйырылған еді. Бірақ ол Аллах тағаланың бұйрығына қарсы келді. Сөйтіп Аллахтың қаһарына ұшыраған ол жұмақтан қуылып тынды. Бұл туралы Аллах тағала: біз сендерді жараттық, одан кейін тұлғасын сомдадық. Кейін періштеге, адамға сәжде қылыңдар дедік. Сонда олар сәжде етті. Тек Іблис сәжде етушілерден болмады деп айтқан. Аллах Іблиске: мен бұйырғанымды сәжде етпейтіндей саған не кедергі болды деді. Ол: мен одан артықпын, сен мені оттан жараттың, ал оны лайдан жараттың деді. Аллах: бұл жерден, жәннаттан түс. Сенің бұл жерде тәкаппарлық етуіңе орын жоқ, шығып кет. Сен қор етілгендерденсің деді. Іблис: маған олар қайта тірілетін күнге дейін мұрсат бер деді. Сонда Аллах тағала: сен мұрсат берілгендерденсің деді. Іблис рұқсат алып болған соң: ендеше мені қаңғыртқаның себепті мен де оларға қарсы сенің тура жолыңда отырып аламын. Сонан соң оларға алды-артынан, оң-солынан келемін де сен олардың көбін шүкір етушілердің қатарынан таппайсың деді. Оған Аллах тағала: бұл жерден айыпталған, қуылған түрде шық. Олардан, адамдардан кім саған ерсе, міндетті түрде жаһаннамды сендердің бәріңмен, шайтан, әрі оған ерген адамдар мен жындармен толтырамын деді. Бұл әңгіме басқа бір аяттарда толығырақ келтірілген. Мұхаммед: сол уақытта Раббың періштелерге: мен кепкен қара лайдан адам жаратамын. Оның жаратылысын тамамдап, оған рухымнан үрлеген жан салған сәтте оған сәжде қылыңдар деді. Сонда періштелер түгел сәжде қылды. Бірақ Іблис сәжде қылушылармен бірге болудан бас тартты. Аллах тағала: ей Іблис, сен неге сәжде қылушылармен бірге болмадың деді. Іблис: сен кепкен қара лайдан жаратқан адамға сәжде етпеймін деді. Аллах: онда жәннаттан шық. Өйткені сен жәннаттан қуылдың және саған қиямет күніне дейін лағнет бар деді. Іблис: Раббым, ендеше маған қайта тірілер күнге дейін мұрсат бер деді. Аллах Іблиске: сен белгілі бір мерзімге мұрсат берілгендерденсің деді. Ол: Раббым, мені қаңғыртқаның үшін адам баласына жер жүзіндегі жаман нәрселерді жақсы көрсетіп, олардың шынайы құлдарыңнан басқаларының барлығын адастырамын деді. Аллах: маған келетін тура жол осы. Менің шынайы құлдарыма ықпалың жүрмейді. Бірақ саған кім ерсе, ол адасқандардан болады. Сөз жоқ, олардың бәрінің уәделі жері жаһаннам деді. Аллахқа жасалған алғашқы күнәдан хабар беретін аяттар жеткілікті. Оған алғаш қарсы шыққан Іблис еді. Оған Аллахтың лағнеті болсын. Аллах тағала өзіне қарсы шыққандарды бірден жазалап, оны кәпірлер санатына қосты. Кәпір Аллах тағаланың нығметін жоққа шығарушы. Аллах тағала Іблисті көкке шығарып, дәрежесін көтерді. Ал ол оның нығметін жоққа шығарды. Хауаның жаратылуы. Ендігі кезекте Аллах тағала Хауаны жаратты. Әлбетте ол бірден жаратылған жоқ. Алдымен адам жәннатта біраз уақыт жалғыз өмір сүрді. Ол өзін жалғыз сезінді. Рухы құлазып зерікті. Содан бір күні ол ұйқыда жатқан кезде Аллах тағала оның сол жақ қабырғасының бірін алып, сүйекті етпен қаптап, одан Хауаны сомдады. Құранда бұл мәселеге қатысты: ей адамдар, сендерді бір кісіден, адам атадан жаратқан және одан жұбайын Хауа ананы жаратып, ол екеуін көптеген ер әйелді таратқан Раббыларыңнан қорқыңдар деген аят бар. Сонымен адам атадан Хауа ана жаратылды. Ибн Аббас, Аллах әкесі екеуіне разы болсын, адам ұйқысынан оянған кезде алдында отырған әйелді көрді. Одан: сен кімсің деп сұрады. Ол: әйелмін деп жауап берді. Адам: не үшін жаратылдың деді. Сенімен тұру үшін деді Хауа ана. Періштелер бұл әйелді көріп адамға келіп ол туралы сұрады. Өйткені ол адам атаға ұқсамайтын еді. Олар: оның аты кім деді. Адам: Хауа деп жауап берді. Оған мұны білдірген Аллах тағала еді. Сонда олар: неге оған Хауа деген ат берілді деп сұрады. Адам:
өйткені ол тірі нәрседен жаратылды деді деп риуаят еткен. Әбу Хурайрадан, Аллах оған разы болсын, жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, кімде-кім Аллахқа және ақирет күніне иман келтірсе, бір іске куәлік берген кезде жақсылықты айтсын, не үндемесін. Әйелдермен жақсы қатынаста болыңдар, өйткені әйел қабырғадан жаратылған, ал қабырғалардың ең қисық жері жоғары бөлігі. Оны түземек болсаң, сындырып аласың, ал жөнінде қалдырсаң, сол қисық күйінде қалады. Сондықтан әйелдермен жақсы қатынаста болыңдар деген. Сахих хадистерде Ибрахимнің әйелі Сараның адамзат тарихында Хауанадан кейінгі ең көрікті әйелдердің бірі болғандығы баян етіледі. Бұл хадис Хауананың адамзат жаратылғаннан қиямет күніне дейін ең сұлу әйел болып қалатындығын көрсетеді.